Түркістан облысының руханиятын жандандыру туралы ұсыныстар талқыланды. Бұл туралы Түркістан облысы әкімінің орынбасары Бейсен Тәжібаевтың өңірдің бір топ ақын жазушыларымен, жыршы термешілерімен кездесуінде айтылды. Басқосуға 40-тан астам ақын жазушы мен жыршы термеші қатысты. Жиын барысында шығармашылық өкілдері еркін пікір алмасты. Барлығы да өңірдің руханиятын жандандыруға үлес қосып жүрген жандар. Экономика қарыштап дамығанымен халықтың рухани әлеуетін дамыту ісі де қатар жүруі тиіс. Сондықтан келелі кеңестер айтылған бұл жиынның маңызы зор, деді облыс әкімінің орынбасары. Аудандардан қазір 15 мың балаға арналған үйірме ашуға біз қаржы бөлдік қазір. 2 миллиард 200 миллион теңге. Шығармашылық үйірмелер облыс бойынша 15 мың баламыздың қамтуға мүмкіндігіміз бар. Қазір бізде бар жоғы бір 4 мың бала қамтылып отыр. Егер аудандардан біз тағы да сіз айтқан бағытта күшейтейік, бір балаға 12.600 теңгеден төлейміз, жыл 12 ай. Осы ашылған үйірмелердің ішінде біз айтыс үйірмесін бөлек ашайық. Қарымды қаламгерлер мен ақындардың да айтары бар. Қатысушылар облыстық айтыс өткізуге ұсыныс тастады. Сондай-ақ шалғай ауылдардағы жас ақындарды тарту, таланттарды баулуға ден қою қажеттігі айтылды. Жыл сайын республикалық наурыз айтысын ұйымдастыру туралы ұсыныс білдірді. Маусым сайын енді қазір концерттерге қарағанда, мысалы біз тұрмақтарды өткізіп жатыр, кеше Шымкентте де осы өткізіп жатырмыз. Әдеби кештерге сұраныс өте көп болып жатыр. Сол мәселені қолға алсақ, мысалы өзіміз енді өткізсек, жалпы ақын жазушылар болсын, соған маусым сайын бір мәдени орындардан, мысалы конгресс холл немесе енді үлкен бір залдарды қолдау көрсетсеңіздер сол бойынша. Айтыскер ақындар Түркістан телеарнасынан айтысқа арналған бағдарлама ашу, айтыскер ақындарға жылына бір рет арнайы стипендия тағайындау жөнінде айтып өтті. Ұсыныстарды мұқият тыңдаған Бейсен Тәжібаев облыстың 5 жылдығы аясында бірнеше ақын жазушы мен жыршы термешілердің кітабы жарыққа шығатынын, облыста айтыстар ұйымдастырылатынын, күйшілер байқауы өтетінін жеткізді. Бексұлтан Бекбатша, Балым Әлішер, Түркістан 24.